Петропавлда педагогтар мен жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетті насихаттау тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Өңірдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі мен Нұр Отан партиясының өкілдері жүргізген сауалнама нәтижесі көрсетіп отырғандай, білім ордаларында ақша жинау мен бопсалаушылық фактілері бар. Сондықтан қоғамдық індетпен күресті бірлесе жүргізу керек дейді жиынды ұйымдастырушылар. Бүгінгі іс-шараға Нұр Отан партиясының филиалы мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің мамандары мұрындық болып отыр. Адамның тұлға болып қалыптасуына мектеп, колледж не болмаса университет елеулі ықпал етеді. Сондықтан әсіресе білім ордаларында парақорлықпен күреске ерекше көңіл бөлу шарт, дейді ұйымдастырушылар. Самое страшное здесь то, что ең қауіптісі осылай жалғасатын болса, жастар жемқорлық мәселесіне немқұрлы қарайтын болады. Кейін дәл осы жастар мемлекет басқару ісіне кіріседі. Сондықтан кеш болмай тұрғанда өскелең ұрпақты бұл індеттен аман сақтауымыз қажет. Бүгінгі мақсатымыз осы. Жиынға қоғамдық ұйымдардың өкілдері Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректораты, колледж директорлары қатысты. Оларға сыбайлас жемқорлықтың зияны мен заң бұзушыларға қолданылатын жаза жайында айтылды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңында мұғалімдер жемқорлық субъектісі болып табылмайды деп жазылған. Дегенмен заң бұзған мұғалімдер олар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 247 бабы бойынша жазаға тартылатын болады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, білім ордаларында ақша жинау мен бопсалаушылыққа тап болған азаматтар көп жағдайда тиісті органдарға шағымданбайды. Жаңа қылмыстық процессуалды кодекс күшіне енгеннен бері заңсыз сыйақы алу жөніндегі 247 бабына сәйкес қозғалған істерді ішкі істер органдарының тергеу бөлімдері қарастырады. Жыл басынан бері біздің мекемеге бір ғана жасырын өтініш түсті. Оны өңір колледждерінің бірінде білім алып жүрген баланың ата-анасы жазған. Қылмыстық құрамы болмаған соң бұл іс тоқтатылды. Алайда білім беру мекемелерінде келеңсіз жағдайлар болып жатады. Бұған көптеген жасырын шағымдар дәлел бола алады. Әділетсіздік жайында ашығын айтуға батылы бармағандар осындай амал қолданады. Кездесу нәтижесі бойынша тиісті жобалар мен ұсыныстар тізілді. Әсел Оразбаева, Альбина Галимов, Юрий Исқақов, ақпарат.